Assalamu алейкум достар. Бүгінгі сабағымызда смартфонда түсірген фотоларымызды компьютерге өткізіп алып, Photoshop арқылы өңдейтін боламыз. Бүгін бір суретті көріп шығамыз. Фонны қалай алу керек, қалай өңдеу керек, қалай эффект беру керек. Соны сіздермен бірге көріп шығамыз. Ең главный фонға Каспий кезетте қоятын товарымыздың. Енді Photoshop'ты ашамыз, достар, бірінші. Photoshop'ты ашып, файлға кіріп, создатты басамыз. Немесе Ctrl-N-ді басып, 1080-ге 1080 файлды таңдаймыз. 1080-ге 1080 размерді таңдаймыз, пиксель. Мына жерде. Мына жерде света RGB болсын, 8 бит болсын, белый фон болсын, достар. Создатты басамыз. Міне мынандай айнек ашылады, достар. Енді сонымен біздер тағы да бұл жерге өңдейтін фотомызды шақырып аламыз, достар. Міне кешегі түсірген фотоларымыз, енді солардың қайбірін өңдейміз, соны көріп шығамыз сіздермен, достар. Маған ұнап тұрған фото, достар, мына фотоны өңдеймін мен, достар. Бірінші фотоға Каспий кезеттегі осыны шақырып аламыз, ұстап аламыз мишкамен и мынаның ішіне тастаймыз бұлай. Келіп түсті, міне. Енді осы фотоның кеміс жерлеріне, мынау артындағы фонды бүгін алып тастайтын боламыз. Кеміс жерлері қандай? Мысалға, мынандай восстановить ететін жерлері болады, мынандай кәсәктері, мысалға, мына қараңыз, ақ. Мына фонды алып тастаймыз, қарайып тұрған, мынау қағаздарды алып тастаймыз астындағы. Бүгін сіздермен бір жолыны қарап шығамыз. Ең оңай, ең төте жолыны қараймыз, достар. Мына жерден мен мынаны Ctrl-J-ні басып дубликат жасап алам. Мына фотоға Ctrl-J-ні басып дубликат жасап алсаңыздар болады. Енді қараңыздар. Ендігі кіретін жеріміз біздердің мына жерде меню бар. Көрдіңіздер ме? Сол жерден яркс контраст деген жеріне тауып аласыздар. Міне, яркс контраст, Соны үстінен бір бассақ, меню ашылады мынандай, настройкасы соның, сол функцияның. Ярксты көтереміз максимальный, контрасты да тоже максимальный етеміз. Енді қарап шығамыз предметтің четтеріне. Көрінбей қалған жерлері бар ма? Көрінбей қалған жерлері біздерге ағарып кетпеу керек, көрінбей қалған жерлері. Оның үшін артқа қайтарамыз міне. Көрдіңіз бе? Мына фондар максимальный ағару керек, артық фондар. Мынаны да сәл түсіреміз. Енді біздердің жасайтын жұмысымыз фонды аламыз артында. Дәл осылай қайталасаңыздар болады, достар, менімен үйреніп алу үшін. Ендігі екінші мәселе, мына жерде өшіргіш бар, ластик бар, фоновый ластик бар, мына жерде екінші тұрған кесіп алатын. Үшінші тұрған волшебный ластик дегенді басасыздар. Волшебный ластикті басып тұрып, мына жерде мына бірінші слойға, активный слойға басасыздар. Ақ фонды алып тастауымыз керек. Мынаны өшіріп қойыңыздар астындағыны. Бұл не үшін керек? Астындағы до-после көру үшін астындағыны мен қалдырдым. Оригинальный файлын. Өшіріп қойсаңыздар болады. Енді мынаның фонны алып тастаймыз. Бір кнопкамен волшебный ластик арқылы. Волшебный ластикті таңдаған кезде мына жерде допуск деген несі тұрады, достар. Мынаны қаншалықты үлкейткен сайын үлкен көлемде алып тастайды мынау. Түсінікті болды ғой, үлкен көлемде бір басқанда. Егер мынаны мысалға лишний жерлерін алып жіберуі мүмкін, мысалға 100-ге қоямын ғой, достар, қараңыздар. 100-ге дейін мынау. Міне. Артық лишний жерлерінде алып жіберді, көрдіңіз бе? Колонканың. Енді Ctrl-Z-ті басамыз артқа қайтару үшін. Артқа қайтардым. Енді мынаны сәл азайтып қоямын. Маған 40 жетуі мүмкін, 40-ті көремін. 40-ті көрдім. Лишний жерлерін алып тастамап па? Алып тастапты. Міне лишний жерлеріне артқа қайтарамда, значит, маған 25 болуы керек. 25-ті қараймыз. Міне, тағы да алып тастап жатыр. 20 болады екен. 20 болды. Міне. Мына жерде мынандай кетіп қалды. Оны қалай істейміз? Оны істеу үшін
мына жерден восстановитті басамыз. Восстановитті басып, үстінен бір рет жүргіземіз. Толып кетеді, көрдіңіз бе? Восстановить. Точное восстановление кисть дегенде. Енді артқа қайтардық, достар. Тағы да ластикті басамыз. Волшебный ластикті арт жағын алып тастаймыз. Міне қалған жерлерін. Міне достар. Алып тастап жатырмын. Міне. Мынандай кәсәктарды қазір тағы да алып тастайтын боламыз. Осылай қайталап алып шығыңыздар. Сіздер үшін тренировка, достар бұл. Көрдіңіздер ғой. Ендігі мәселе біздерде, екінші мәселе, яркісі нормальный болып тұр. Яркісін өшірек қане. Яркісін өшірсек, жанында мусорлар шығады міне. Тағы. Осыларды да көрінгендерін мына жерден ластиктің өзін алып, достар, капс лоск деген бар ғой. Егер көрінбей тұрған болса, капс лоскты басасыздар, шығады кист міне. Оны клавиштан үлкейтіру үшін мына скобочканың сол жағындағыны бассаңыз үлкейеді, оң жағындағыны бассаңыз кішірейеді. Енді мына жерден оның да менюі бар, достар, жесткий бар. Бұған основной жесткийні қойып алып тастаймыз. Жесткий. Міне. Жесткийні таңдаймыз, достар. Шетіндегі көрініп тұрған нелерін алып тастаймыз біздер осылай. Асықпай істеп алуларыңа болады. Міне, кішірейтіріп, жан жағындағы мусорларды алып тастауымызға болады. Міне. Мынау өзінің көлеңкесіне ұқсап тұр. Мынаны кішкене ғана алсаңыздар болады, мынаны микрофонның мына жеріндегі, например. Көп керек емес. Кішкене қалсын. Міне, сәл кішкене қалдырамыз артқа. Осы жетеді. Мына жерде міне кәсәктәрін өшіреміз. Енді мынаның кәсәктәрін өшіреміз, достар. Пульттың өзіні қалдырсақ та болады. Мынау синий болып тұрған светтің несін өшіріп тастаймыз, достар. Қазір қайттан өшіреміз. Осындай. Міне. Осылай. Мына жерінде көкті алып тастау үшін тағы да кішірейтіріп, скобочканың сол жағындағыны басып, ақырын алып тастаймыз қара линияға, достар. Міне. Міне. Осы біздер үшін жеткілікті. Енді мына жерде кішкене восстановить ететін жерлері бар екен, достар. Мына жерде. Оны мынаны бассамыз, инструмент точная восстановляющая кисть дегенді басып, үстінен бір рет жүргіземіз. Мынаның да үстінен бір рет жүргіземіз. Бір рет жүргіземіз. Мынандай болады. Болды. Біздердің мақсатымыз тез, төте жолмен суретті дайындау, достар. Артық зат керек емес, уақытты кеткізетін. Біздер бизнес жасап жатырмыз, уақытты үнемдеуіміз керек. Аз уақыттың ішінде нормальный шығаруымыз керек бұндай заттарды. 3 сағаттап отыруға уақыт жоқ бұған. Бірнеше түрін көріп шығамыз өздеріңізбен бірге. Мыналар көрінбейді. Алысып отырудың қажет жоқ көрінбейтін нәрселермен. Енді резкі бұны мынаны жағып көреміз. Әдемі болды, көрдіңіз бе? Қайтаратын болсақ, мына жерден қайтарамыз. Үстіне тағы басамыз да, нені қайтару керек міне? Қайтаратын нәрсесін осынан қайтаруға болады, достар. Міне. Маған осы жеткілікті болып тұр. Енді екеуіні қосамыз, достар. Екеуіні қосу үшін Ctrl-ды басасыздар бір қолыңызбен мишканы басасыздар, активный слой. И мынаған басасыздар. Екеуіні белгілеп тұрып, мына жерден объединить слой дегенді басасыздар біріншісі. Екеуі қосылып қалды, көрдіңіз бе? Яркіспен. Енді оны анаяққа алып кетеміз, ақ фонға алдын дайындаған жерге. Міне. Мынаяққа келді. Мынаяқта сәл туырлап қоямыз оны.
Міне Каспий KZ'тің бірінші фонына қоятын фотоны өзіміздің қол телефонда түсірдік. Нормальный болды. Көрдіңіздер ме? Тағы да жұмыс істеу үшін мына жерден фильтр RAW камера дегені бар. Соған бассаңыздар, мына жерден светтерді настройка жасауға болады. Бірақ өте көп беріп жіберудің қажеті жоқ. Аз-маз беріп, светтерді ойнатсаңыздар, әдемі шығады. Көп ойнатудың қажеті жоқ, достар, бұл жерде. Предметке қарайсыздар. Сәл ашып қоям мен. Сөйтіп ойнатасыздар міне RAW-тың ішіндегі менюларын. Светті де кішкене ойнатып жіберсек, мына света музыкалары өзгеретін болады. Көп керек емес, достар. Міне. Болды, окейді бассақ, міне. Әдемі болды. Бұл бірінші вариант еді. Фонды тазалаудың, достар. Ең оңай төте жолы. Енді қараңыздар, мен мұнаны өшіріп тұрамын, өзімнің жасағанымызды. Енді бұны үлкейтем. До после көру үшін, мына жерді үлкейтейін, ана фотоны алып кеп көреміз. Осындай үлкейтеміз. Енді мұнаны алып келейік. Копировать етеміз мұнаны. Мұна фонмен қосамыз тоже. Кетірілді басып тұрып, мишкінің оң жағына басамыз. Кейін астына түсіріп, тоже солай істейміз. И менюны басамыз сол жағынан мишкінің. Объединить слой біріншіні басамыз. Ап келдік, міне. Үлкейтіреміз. Қазір до послені көретін боламыз, достар. Басамыз, міне. Мынау телефонмен түсіргеніміз, мына фотошоппен өңдегеніміз, достар. Көрдіңіздер ғой. Қатты өзгеріс етіп жібермеңіздер мына светтеріне, түстеріне, өзінің несі оригиналный болып қалу керек. Просто сәл ғана яркісini береміз да, и лишний фондарын алып тастаймыз арт жағында. Ең оңай түрімен бүгін танысып шықтық, достар. Достар, енді мына фотоны сохранить ететін боламыз. Біздерге керек Каспий KZ'тің главный фонына, ақ фонда орналасқан. Оның үшін клавиштан Shift плюс Ctrl S-ті басамыз, немесе мына менюдан сохранить как-ті басамыз. Компьютерға сохранить етеміз, рабочий столда папка создать етсеңіз болады. Өзіңізге ыңғайлы жерден, мына жерден өзіңізге керекті папканы, өзіңіз түсінетін папка создать етіп, мына жерге нөмірі 1 деп сохранить етіп қоясыздар, достар, нөмірі 1. Бірінші фотоға. Мына жерден форматты, JPEG форматты таңдаңыздар, JPEG-ті таңдап, сохранитті басасыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды, достар. Ертең біздер екінші түріні көріп шығатын боламыз. Фотоны өңдеудің, достар. Сау сәлеметте болыңыздар.